Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 70 жыл өтсе де, ардагерлеріміз сол бір зұлматтың жарасын әлі жаза алмай келеді. Сондықтан да қарияларымыз күн-түні ел тілеуін тілеп, бүгінгі ұрпақ сондай заманды көрмесе дейді. Солардың бірі Василий Шмариков. Қарт майдангерді бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері құттықтап, үйіне барды. Василий Петрович небәрі 19 жасында ел қорғауға аттанды. Екінші Украина фронтының жауынгері Мәскеуден Прагаға дейінгі аралықтағы майдан шебінде болды. Ол сол жерде от пен оқтың ортасында құрыштай шыңдалды. Жеңіс үшін талай ерлік танытты. 1942 жылы соғысқа қабылданған Қатардағы жас жауынгер елге 1946 жылы офицер болып оралды. Талай қиыншылықтар өтті ғой. Әсіресе майдандағы әрбір күн өте ауыр болды. Күннің ыстығына суығына қарамастан бәрі де жеңіс үшін деп жанымызды аямадық. Сол кезде бірнеше рет жараландым. Басымнан ауыр соққы алдым. Қаншама уақыт өтсе де қиын кездер, соғыс даласындағы командирлер мен жас сарбаздардың оқ тиіп қаза болуы есімнен кетпейді. Қазіргі азаматтар мен жастар өте бақытты. Сарбаз соғыс жылдарынан кейін көппен бірге алапат соғыстың зардаптарын жоюға атсалысты. Осында еңбек үшін ардагер 25 медальдармен марапатталған. Бүгін міне тағы да ақсақалдың абыройы арта түсті. 99 жасқа келген қарт жауынгерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері құттықтай келді. Арнайы сыйлықтарын беріп, құттықтау хатын ұсынды. Жастарға бізге енді үлкен бақыт, осы кісілердің соғыс кезінде жасаған қызметі үшін біздің келешек болашақтарымызға да осы жақсылықтардың бәрін жеткізу біздің міндет. Осы кісіге ұзақ өмір тілейміз, дені сау болсын дейміз. Мына Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне құрмет көрсету әлі де жалғасады. Қарт майдангер келген қонақтарды жылы шыраймен қарсы алды. Соғыс ардагері бізді осылай елеп ескеріп жүргеніне алғысым шексіз дейді. Расымен де елі ешқашанда ерлерін ұмытпайды. Атаның бүгінде үйінің алдына департамент тарапынан абаттандыру жұмыстары да жүргізілуде. Мархабат Көпбосынова, Сапар Серікұлы, жаңалықтар қызметі.